әйтеуір бір тамшы болса да ауылыңа тамсын дейді ғой. Иә. Ауыл партиясын мен өзі Қолдайсыз ба? қолдаймын. Сайлауға барсам ауыл партиясына дауыс берермін. Оның үстіне біреулер бүйтіп сұрайды жеке да. Неге дейін. Осы өткен сайлауларда, өткен мәжілістерде, парламентте нағыз ауыл партиясы үнсіз қалды дейді. Өзі енді ауылды қорғамаймын олар. Оны бір депутат өткен жоқ, сіз білесіз, ә? Өткен жоқ, иә. Өтемат едік, өзіміз барып қолдадық. Сөйтіп едік, өтпеді. Қатты ішіміз күйді. Өйткені Қазақстанның 45% ауылда тұрады екен. Осы жол көремін мен. Осы жолда жүке көреміз. Осы жол алу керек олар. Өйткені енді ауылда қазір кемпір шалдар бар ғой, барады сайлауға. Енді жастарды білмеймін. Барады. Барса олар бар ғой, сұрасақ ауылға бердік деп жатады. Енді ауылымыз ғой бәрімізде. Енді осы жол өтіп кетсе, енді келесі мәжілісте сол ауыл партиясы ауылға деген көп іс-шараларын жобаларын жасайтын шығар, Құдай қаласа. Иә, соған сенеміз енді.